1917 жылдың 12 желтоқсанда Орынбордағы екінші жалпы қазақ құрылтайы кешегі қазақ хандығының үйіндісі үстінен соның жер аумағында Алаш ұлттық жерлі автономиясы республикасы құрылсын деп қаулы қабылдағанда, сол Алаш республикасының, ол Алаш республикасы осы бүгінгі Қазақстан республикасының негізі, іргетасы болатын. Міне сол екінші жалпы қазақ құрылтайы Алаш республикасының жер аумағы деп жерлаған жерлердің көлемі дәл сол кезде 3,4 миллион шаршы шақырым болатын. 1920 жылдың тамызында Кеңес одағы орнағаннан кейін Кеңес одағымен осы Алаш республикасының басшылары Кремльде бірнеше ай бойы келісе жүргенде, онда болашақ енді кеңестік Алаш қазақ республикасының құқықтық мәртебесі және жер аумағы туралы келісе жүргізгенде, міне керісінше бүгін қазақ республикасы біраз өзінің қазақтың ата-баба жерінен айырылды. Сонда қазір 0,7 миллион шаршы шақырым жоқ болып тұр қазір енді. Иә, шамамен сол 0,7 миллион шаршы шақырым жерден айырылып отыр. Ол қандай жерлер дейсіз бе? 1920 жылдарға дейін Ақмола облысының құрамында болған бүгінгі Омбы облысы. Алтай өңіріне кіретін Төмен, орысша Төмен дейді, Барнаул және Бийск ояздары. Ол ояздардың бәрі қазір Ресейдің құрамына кетті. Әрқайсысы дербес облыс болып отыр, оны жақсы білесіздер. Одан кейін Орынборды алайық. Әрине Орынбор қаласының өзі, ол шындыра, мысалы Мұстафа Шоқайдың бір естелігінде жазылғандай, Орынбор қаласының өзі ол орыс казактарының, бұл айтқанда, жер астанасы болып табылады. Бірақ Орынбор қаласының өзі башқұрт жеріне салынған қала. Бірақ Орынбор қаласының айналасының бәрі қазақтың ежелгі дәуірден келе жатқан ата-баба жері. Мысалы 1924 жылдан бастап Орынбор облысын Қазақстаннан бөліп алған кезде, оны 3 жыл бойы, 1924, 1925 және 1929 жылдары қазір Башқұрт пен Татарстанмен біз шекаралас болған болсақ, сол екі бізге туысқан Татарстан мен Башқұртстан бізді бөліп алатын жер аумағын Ресей сол кезде Қазақстаннан жалға алған болатын. Осы жерлердің барлығын Қазақстан егер даулайтын болса, қазір талап етуге толық негіз бар. Бірақ оны дауласын деген сөз емес. Бірақ мен тарихи фактілерді айтып отырмын. Одан кейін 1930 жылы Қазақ автономиясының құрамында болған Қарақалпақ автономиялық облысы 1930 жылы Ресейдің құрамына берілді, 36 жылы ол Өзбекстанның құрамына беріле салды. Мен бері қарай 60 жылдары, мысалы, оңтүстік Қазақстан облысының 4 ауданы Өзбекстанға берілгеннен кейін билік басына Димаш Қонаев қайтып оралғаннан кейін, сол 4 ауданның 2 аудан қайтып оралғаны, ал қалған 2 аудан 92 жылы жалға алынып 92 жылы Қазақстанға қайтарылуға тиіс болатын. Демек, бұдан шығатын бірақ қорытынды бар. Егер біз Алматы декларациясын ысырып қойып, 1994 жылы Будапешт келісім шартын ысырып қоятын болсақ, онда жер даулайтын болсақ, онда Қазақстанның Ресейден, Қазақстанның же басқа көрші республикалардан жер даулайтын толық тарихи, саяси негізі бар. Ал Ресейдің ешқандай құқы жоқ деп отырсыз Қазақстаннан жер даулауға? Егер біз шынайы тарихқа келетін болсақ, бүгін Ресей Федерация деп отырған мемлекет ол 1721 жылы ғана құрылған. Ол сол кезде құрылған Ресей, ол қазіргі, мысалы, алтын шеңбер деп аталады. Бұрынғы славян князьдықтарын орналасқан Владимир, Новгород, Мәскеу тағы басқа сол ғана жері болатын. Қалған жерлердің бәрін Ресей империясы біртіндеп жаулап алды. Ал жаулап алған жер ол Ресейдің көне дәуірден келе жатқан жері деп айтудың өзі енді қисынға келмейді. Ол тарихқа қиянат болады. Егер де сыни бір сәт туып, Ресейдің тарихшылары мен идеологтары және сіздер қазақтың тарихшылары бір үстелдің басына отырып диалогқа, таласқа түссеңіздер, соғыссыз, ешқандай агрессиясыз, сіздер жеңіп шығасыздар ма жер таласында? Жер таласында оған біздің жеңіп шығатынымызға ешқандай күмән болмасын. Біз Ресей немесе басқа тарихшыларға сол Ресейдің өзінің тарихи деректері негізінде тойтарыс береміз. Сол себепті, мысалы, Ресей президенті Владимир Путин тарихымызды, өз тарихын бұрмалап отырып, Ресей кешегі
кеңес одағы құрамындағы елдерге үлкен жер телімін сыйға тартты деп. Ресей ешкімге жер телімін сыйға тартқан жоқ. Ресей керісінше кезінде Беларусь президенті Александр Лукашенко айтқан сөзі бар. Егер біз тарихқа сүйенетін болсақ, онда жерінің бүкіл батыс Сібірді, қиыр шығысты Ресей Қазақстанға беріп қою керек деп. Бұны славян республиканың бірі Беларусь президенті Александр Лукашенконың аузымен айтылған пікір. Ал Лукашенконың айтқаны ол шынайы тарих. Кезінде неге Әлихан Бөкейхан мысалы Сібір областничество деген қозғалған, Сібір облыстығы, ал облыстығы деген астарында республика, мемлекет, дербес деген сөз жатқан болатын. Сол себепті Алаш қозғалысы кезінде 20 ғасырдың басында 1905 жылы Сібір облыстығының бөлімі ретінде құрылған Алаш қозғалысы. Оның астарында сөйтіп Алаш республикасы дербес тәуелсіз мемлекет ретінде Ресейден бөліп алу идеясы жатты. Ресей империясы қазақ хандығын жаулап алған жоқ қарудың күшімен. Қазақ өз еркімен Ресейдің құрамына кірген жоқ. Ресеймен, егер біз кезінде тарихшы, белгілі тарихшы Ерофеева Ирина өзінің шығармаларында жазғандай, Әбілқайыр хан, кіші жүздің хан Әбілқайыр хан Елизавета екіншімен келісімшартқа қойғанда, ол жерде біз Ресейдің құрамына сіңіп кетеміз, құрамдас бөлігі боламыз деген әңгіме жоқ. Ол жерде қазақ хандығы, оның ішінде жалғыз ғана кіші жүз Ресеймен саяси одақ құру туралы әңгіме болған. Сондықтан ал одан кейін кезде әрине қазақ хандығын біртіндеп алдап, арбап кіші жүз бен орта жүзді қосып алды. Ал ұлы жүзді кейін қарудың күшімен, бұл айтқанда 1,5 ғасырдың бойында сөйтіп қазақ хандығын түгел өзіне бағындырып алды. Енді мына сәйкестікті қараңыз, сіз сол кезде біз тек саяси одақ құрамыз деген қол қойғанбыз, ал қазір де біз бірнеше одаққа тек қана одақтастық, әріптестік ретінде қол қойдық. Қазірде ұқсастық бар ма? Бұны ұқсастық бар деп те айтуға болады. Өйткені әр кезде әрине әрбір саяси құрылымның немесе келісімшарттың өзінің бір салдары болады мәселен. Ал 21 ғасырда сол Еуразиялық экономикалық одақ немесе жаңағы ұжымдық қауіпсіздік келісімшарты тағы басқаларын, солардың бәрін қарасаңыз, сол одақтарға Қазақстан амалсыз кіруге мәжбүр болды. Шынын айтқанда. Әрине бір кезде Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін сол Қазақстанды кішкене кім өзі үшін, өзінің билігі үшін кішін атарлау көрген сол кездегі мемлекет басшымыз өзінше бүкіл Еуразия кеңістігіндегі бір интегратор ретінде тарихта қалғысы келіп, сол айтқанда Еуразия кеңістігін құрайық, Еуразия одағын құрайық деген неше түрлі бастамасымен сол айтқанда жаңа Еуразия экономикалық одағына кіруге, және жаңа ұжымдық қауіпсіздік кеңесіне кіруге бізде мәжбүр. Оның ішінде кеден одағы деген келісімшартқа кіруге бізде айтқанда бізден сұрамай сол одаққа кіргізіп, бізде енді қазір біз соған кіріптар болып отырмыз. Шындара ол кез келген адам осы Қазақстанның болсын, Ресейдің кез келген экономисынан сұрап көрсеңіз, сол Еуразиялық экономикалық одағынан да, кеден одағынан да біз Қазақстан қатты экономикалық тұрғыдан да қатты ұтылып жатырмыз.